Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге таңғы асқа дайындалатын сұлы жармасынан ботқа дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ыдысты отқа қойып, үстіне су құямыз және тұзымызды салып, суымызды қайнататын боламыз. Қайнаған суымызға сұлы жармамызды салып араластырамыз. Бір қайнатамыздағы астын жай отқа қоямыз. Жай отта суы тартылғанша қайнататын боламыз. Суы тартылғаннан кейін үстіне сүтімізді құйып, тағы да араластырып 5 минут қайнатамыз. Енді дәміне қарай қантымызды салып, жақсылап араластырып, және сармайымызды салатын боламыз. Араластырып, астын өшіріп қоямыз. Осымен біздің сұлы жармасынан ботқамыз дайын. Енді ыдыстарымызға салып, ұсына беруге болады. Сұлы жармасынан ботқаны міндетті түрде дайындап беріңіздер, өйткені өте пайдалы таңғы астың бірі. Сармайымызды салып, өз қалауларыңыз бойынша жеміс-жидектерді де салуға болады. Осымен біздің сұлы жармасынан ботқамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.